Басты сұрақ: интернет желісінде қалай расымен ақша табуға болады екен? Осыған жауабы және дәлелі. Міне мен бір күнде 337 USDT доллар яғни ақша таптым. Одан бөлек мына күнделікті 82 USDT, 93 доллар, 12 доллар, 10 доллар, и бүгін міне 25 число күні тағы 90 доллар таптым. Сізде бұлай ақша таба аласыздар. Ол үшін осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер, бастан аяққа дейін түсіндіріп көрсететін боламын. Веб-сайттың аты Phoenix деп айтылады. Дисклеймер достар. Бұл сайтқа кіру кірме ол өз еркіндігіңізде. Менің мақсатым сізге осы проектпен, веб-сайтпен таныстыру. Бұл веб-сайт осы жақында ғана біз өзіміз каждымыз 10 доллардан алған S-Box және де плюс Coinbit деген проекттер сияқты то же самое, бұл аналог, яғни бұл жақта біз то же самое солардың айту бойынша істейтін боламыз. Соның арқасы біз табыс табатын боламыз. Индия мемлекетінде бұл проект хайпқа айналып жатыр, яғни мынандай фотоларға түсіп жатыр, өздері көрсеңіздер болады, что может бұл реклама ретінде жасады, но все-таки живой адамдар тоже осыны офлайн түрде өздері реклама жасап жатыр екен. Бұл жақта основной валюта рупи, фиат, яғни 8368 менің шотымда бар. Бұл доллармен шаққан кезде 90 USDT. Бұнда бүгін қазір шешіп ақшаны шығарып көретін боламыз. Сайттың сілтемесі описанияда тұр. Бірінші регистрация өту керек. Біз өзіңіздің юзернейм, парольді қайталайсыздар және де регистр деген батырманы басасыздар. Кіргеннен кейін достар, бұл жақта ең бірінші бізге ақша салу керек. Бұл жақта сіздер ақшаны салайсыздар, 2 еселеп, 3 еселеп, обратно шешетін боласыздар. Депозит деген батырманы басамыз. Одан кейін бұл жақта сіздер фиат ретінде салсаңыз болады, немесе USDT ретінде. Әрине біз USDT ретінде салатын боламыз. Трес 20 адрес кошелек, одан кейін аяққа қанша сумма құясыздар. Мысалы ретінде бұл жақта минимальный пополнение 11 USDT. Сіздер мысалы 50 доллар құям десеңіздер, рупимен есептегенде 4550 рупи болады. Мына жаққа міндетті түрде галочканы қоямыз и конфрин дегенді басамыз. Уақыт береді, яғни 3 сағат ішінде біз осы адрес кошелекқа 50 доллар құю керекпіз. Құйғаннан кейін сіздің основной балансында ол жаққа шығатын болады. Ғанан кейін дальше не істейміз? Лобби деген батырманы басамыз. Бұл жақта өзінің определенный бір қоятын жері ғана бар, соған ғана кіріп қоятын боламыз. Өздерінің телеграм группалары бар, бұл жақта сіздерге прогноз береді. Сіздер ақша салған кезде өзіңіз счетыңызға бірінші қарайсыздар. Мысалы мен счетына 8000 рупи бар, и мына таблица бірінші линия қарайсыздар. Мына линияда сізге мысалы 10.000 рупи көрсетіліп тұр, мынау рупимен есептеледі. 10 рупиға бізге жетпейді, біздікі 7280-ге жетеді. Значит, біз осы линиямен біз қойылым қоятын боламыз. Мысалы, сіздер 2000 рупи салдыңыздар, так, 3640-ға жетпейді, именно осыған жететін болады. Значит, осы линиямен қоятын боласыздар. Бірінші қойылымда сіздер 5 рупи қоятын боласыздар, егер де өтпей қалса 15, өтпей қалса 45, дальше 135, ол өтпей қалса 405. Осы мысалы өткен жағдайда сіз қайтып 5-тен бастайсыз. Ал егер өтпей қалып, мынаны қойсыздар тоже левел 6-тан өтпей қалса, онда сіздерге компенсация ретінде құйған ақшаңызды обратно қайтарып беретін болады. Осы самый главный плюс. Ал сіздер минусқа шықпайсыздар. Олар не айтады, тура солай істеу керексіздер. Егер де осы правиланы бұзатын болсаңыздар, сізге ақшаны обратно қайтармайды. Тағы да ескертіп кетемін. Только строго осылардың листингасы бойынша сумманы қойып отыру керексіздер. Сол кезде ғана сізге мысалы мына линиямен қойсаңыз, сізге 1720 рупиді обратно қайтарып беретін болады. Ал егер мысалы 40 бір жерде 280 қойып жүрсеңіз, мысалы ретінде, онда сізге ақшаны қайтармайды. Telegram группада күніне 4 прогноз береді. 2 прогноз новичоктарға арналған 11:00-де береді, бұл Қазақстан уақытымен 13:00. Ал 3:30 деген ол 5:30, кешкі 5:30-да. Күніне 2 рет қана береді. Одан кейін аяқта VIP адамдарға береді. VIP адамдарға бұл жақта 3% қойылады. Бұл VIP группаға кіру үшін сізге тек қана сол өздерінің группаларында активность көрсетіп, және де өзіңіз пополнение вывод жасаватқаныңызды көрсету керексіздер. Одан кейін сіздерге өздері жеке шығып жасатын болады. Сіз VIP группаға қабылдаңыз, и все қосатын болады. И 4-ші прогноз то же самое, осы VIP группаға өту керексіздер, бірақ бұл жақта 1% қана сізге өзіңіздің банктаңызға қоя аласыз. Енді бұл жақта сіздерге лайв түрінде сіздерге прогноз жүрген кезде қалай қою керектігін көрсететін боламын. Достар, бұл жақта тема қалай десеңіздер, мен сіздерге лайв түрінде қазір көрсетемін. Бұл жақта қалай қойылым қою керектігін. Game сервер, яғни Win Silver деген ойынға кіру керек. Біз уже кіріп қойдық. Мысалы ретінде қазір қайтадан кіріп көрсетіп кетейін. Мына аяқта ход насымыз ойынға деген тұр, и Game Win деген осыны басасыздар. Одан кейін мына Win Silver деген тұр, осыны басамыз. Кіргеннен кейін мына жақта қайтадан
прогнозды көрейік. Период көрсетілген, мына 151 деп аяғы көрсетіліп тұр. Міне бізде период 151. Бұл жақта сіздерге обратный счетчик жүретін болады 5 минут. Мысалы сағат қазір 17:30, яғни 5:30 кешкі, и 5:30-да бізге ровно 5:30-да прогноз береді, и бізге 5 минут уақыт беріледі осы қойылымды қоюға. Одан кейін мына жақта бізде қандайға қоямыз деген смал деп тұр. Все, онда смал десін, мына жақта осы жақта 5-еуін тауып аламыз смалды. Смал. Значит, мен 20 рупий қоятын боламын, 20 деп жазамын, комприн деген басамын, все, бізде сәтті қойылды. Міне қазір ғана қойдық, 19:06, бұл жақта 4 комиссия астайды сияқты, енді ответін күтетін боламыз. Енді бұл жақта бонус бар, мына бонус well деген басасыздар. Сіз шкаланы толтыру керексіздер, 9979 рупий қойған кезде, яғни сіздер қойылым қойған кезде, мына жақта толатын болады, и сіздерге мына жақта осындай бонус ретінде аласыздар. Мен ойымша в основном бұл жақта 19.99 ғана түседі. Мыналар түсе ме, түсінбеймін. Мүмкін мыналар түсуі мүмкін. Өйткені бұл жақта конвертермен есептегенде өте төмен суммалар. Ақша таптыңыздар, 2 еселедіңіз, 3 еселедіңіз счетыңызды. Енді бұл жақта қалай ақша шешеміз деген сұраққа келсек, мына жақта withdraw деген батырманы басамыз. Және де біз екі жолмен шеше аламыз, фиат немесе криптовалюта. Әрине біз криптовалютаны таңдаймыз. Өзіміздің TRS-20 адрес кошелегін сохранить етеміз. Мен уже сохранить етіп қойғанмын, плюс басасыз и осыны таңдайсыз. Қанша рупий шешетіңізді жазасыз, 8368, мен қазір до нуля шешетін болам. Бұл USDT мен шаққан кезде 90 USDT. Security password, бұны тоже сіздер withdraw деген батырман басқан кезде сізге security password ойлап табыңыз дейді. Сол кезде міндетті түрде парольді жазыңызды, міндетті түрде сохранить етіп қойыңыздар. Өйткені каждый раз ақша шешкен кезде осы security password енгізесіздер. Бұл логиннің паролі емес, а именно ақша шығарудың паролі. Соны міндетті түрде еске сақтап алыңыздар. Комприн деген басамын. Мен сәтті шығарадым. Бізге подтверждение сұрап тұр. Комприн деген басамын. Go деп басам, и все. Біз ақшаны шығарып жатырық. Егер де сіздер осындай статус тұрса, яғни подтверждение де тұр, яғни в обработке. Ал егер де мынау сияқты тұрса, онда бұл сәтті шығарылды. Міне кеше ғана, точнее бүгін ғана шығардым 8350 рупий. Бүгін тағы да 7368 рупий шығарып жатырмын. Тағы да бұл 90 USDT. Егер де бір жерде түсінбесеңіз, қалай қою керек, әлі түсінбесеңіз, онда комментарий жазып кетіңіз, міндетті түрде жауап беретін боламын.